Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Көптеген жақсы ақпараттармен бөлісетін боламын. Көзден жас ағызатын пиязды тағам дәнін кіргізумен қатар емдік қасиеті бар екені баршамызға мәлім. Пиязды үй жағдайында тұмауымыз болғанда қолдансақ болады. Оны қалай қолданамыз? Ең алдымен отқа біздің сүтімізді аз мөлшерде қойып аламыз. Астын қайнататын боламыз. Жақсылап қайнағаннан кейін бір пиязымызды ашып, көбік қып турап үстіне салатын боламыз. И жақсылап барлығын қайнататын боламыз. Орта температурамен қайнау керек, қыздар. Бір 15 минуттай қайнатыңыздар. Міне осылай қайнатамыз қазір, қыздар. Қайнап болғаннан кейін сүзбемізге алып, кесемізге құйып аламыз. Әбден суығаннан кейін солай берсеңіздер де болады, болмаса бір кішкентай қасықпен бал қосып берсеңіздер де болады. Жоқ дегенде 4-5 күн осылай жасасаңыздар, жөтелден, мысалға жаңа кішкентай балаға өте жақсы болады ішкізуге. Жөтелі демде қайтатын болады. Өзім балаларыма осылай беремін, сіздерге де жасап беруге кеңес берем. Өте пайдалы. Міне балымызды қосып осылай араластырамыз. Бал қоспасаңыздар да болады. Ал келесі пайдасы, пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегіндегі тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы болып саналады. Пияздың пайдалы қасиеттері өте көп. Біріншіден, бұл өсімдік шырыны табиғи антибиотик ретінде саналады. Пияз тұтас кешені бар витаминдер, эфир майлары, күкірт, фтор, темір, магний және де кальций кездеседі құрамында. Тағы бір пайдасы, ол пияз жүрек-тамыр жүйесі ауруларына да пайдалы. Олар калийге бай, ол жүректің жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді. Әйелдердің де, ерлердің де денесі үшін қажет. Жүрек соғысының алдын алу үшін пиязды жеу әдеттегідей. Сондықтан ол қан қысымын тамаша қалпына келтіреді. Пияздың эфир майлары вирустық ауруларға, яғни суық тию, томауға көмектеседі. Емдеу үшін күніне 1 рет туралған пияз тілімдерін ескеуге болады, немесе оны жеуге де болады. Пияздың көптеген қасиеттеріне көз жеткіздік, денсаулығымызды күтейік. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген пайдалы мәліметтермен бөлісетін боламын.